мылтығы қолынан түсіп кетті, аузынан сөзі, бір ауыз сөз келмейді, көз бақырайып, аяғы дірілдеп, көрерменнің сұсы басып кетті. Ылғи айтатын, сендер грақат қой сахнаға шығып, бір-екі ауыз сөз сөйлейсіңдер, соған да айлық аласыңдар. Осында мамандық деп, өзінің жұмысын ғана ауыр деп санайды ғой. Содан басқа адам жоқ, ауылдың адамдарынан өтініш жасай алмаймыз. Сол Дүйсенге жаңағы өтініш жасадық, Дүйсен. Ана қатты ауырып қалды актеріміз. Бір күн мылтық алып шығып, жаңағының сөзінен жатқа білетін шығарсың. Соны орындап берші деп ек. Сол күні көрермен көп қалың келген екен. Ой, актерлық мамандық деген мамандық па деп жүрген жігітіміз сахнаға шыққаннан кейін абдырап, мылтығы қолынан түсіп кетті, аузынан сөзі, бір ауыз сөз келмейді, көз бақырайып, аяғы дірілдеп, көрерменнің сұсы басып кетті. Соның сөзін айта алмай дірілдеп тұрып, амал жоқ, жарықты сөндірдік. Сонан сұраймыз ғой, не болды Дүйсен? Не болды соншама зәрең ұшып? Ой, мұндай деп ойламаппын. Мұнда енді 200-300 көз қадалып отырған уақытта бәрі тек менің кемшілік іздеп отырған сияқты, бәрі менің актер емексіз екенімді біліп отырған сияқты. Қазір сөйлейін десем сөз кетіп қалды. Зәре иман ұшып кеткен ғой. Бұл енді бұл ауылдық жердегі көрермен алдындағы оның қорқып жүргені. Ал енді қалың көпшіліктің алдында